Саламатсыздар ма, менің тұрақты қолдаушыларым. Бүгін сіздерге өте керемет әрі тез уақытта дайын болатын өте дәмді голубцидың жасалу барысымен бөлісетін боламын. Ең алдымен менің каналыма қолдау білдіріп, тіркеліп кетсеңіздер, ұнаса лайк басып, комментарий қалдырсаңыздар, және де қоңыраушаны баса кетуді ұмытпаңыздар. Сіздердің әрбір қолдауларыңыз мен үшін маңызды. Ал ендеше тамағымызды жасап бастайтын боламыз. Бұл тағамды жасау үшін бізге қажет болады, ең алдымен бізге капуста қажет болады. Және де осындай әртүрлі көкөністер қажет болады, тартылған фарш, және де күріш қажет болады. Татымына қарай тұз, бұрышын қоса беретін боламыз. Ең алдымен капустамызды осылай тазартып аламыз. Артық қабаттарын барлығын алып тастаймыз. Көп адамдар голубцидді фаршированный перецпен шатастырып жатады. Негізі голубцид капустадан жасалынады. Осылай артық қабаттарын алып тастайтын боламыз. Екі қабатын. Ал ендеше түбін аздап ойып аламыз. Түбін ойып, осына қайнап тұрған ыстық суға салып 5-6 минут ұстайтын боламын. Сонда біздің капустамыз қабаты әр қабаты сынбай жақсылап алынатын болады. Мінекей, осындай суға, осылай бисмиллахиррахманиррахим. Осылай толық ұстайтын боламын екі бетін. Барлық беті ыстық суға тию керек. Капустамыз дайын болғанша салмасын дайындаймыз. Үстіне күрішті саламын. Және де бір пиязды майдалап уақтап турап қосып саламын. Аздап қызанақтан да қосып жіберемін. Татымына қарай тұз, бұрышын қосып, жақсылап араластырып аламыз. Енді тамақтың өзіне қосатын жақсылап жуан турап аламын, майдалап. Енді картопты мен үлкен-үлкен тураймын. Осылай соломкаға бір картопқа 4-ке бөлетін боламын. Сәбізді міндетті түрде чоркадан өткіземін. Маған ұзын болған түрі ұнайды солай. Сәбізді міндетті түрде осылай ұзыншалап чоркадан өткізіп қосамын. Мінекей, бәрін дайындап алдым. Мінекей, капустамыз дайын болды. Енді осының қабаттарын жайлап алатын боламыз. Міне өзі ешқандай сынбай, жеңіл алынып жатыр. Өте ыстық болып тұр. Енді мен мынандай қалың бөлігі болады, осыны міндетті түрде алып тастаймын. Пышақпен немесе осылай кесіп алсаңыздар болады. Жүті алынбай тұр. Осылай алып тастаймын. Және де ішіне салмасын саламын.
осылай орап барлығын дайындайтын боламыз. Тағы да біреуін көрсетіп жіберейін. Ешқандай да сынбады. Дәл осыны морозильникке салып қатырып қойсаңыздар да болады. Ешқандай сынбайды да, бүлінбейді да, кез келген уақытта алып жіберсеңіздер болады. Барлығын осылай дайындап шығатын боламыз. Сіздерге тағы да осылай пияздың ішіне салып әртүрлі қылып жасасаңыздар да болады. Тағы да көрсетіп кетейін. Пиязды да аздап суға салып аламыз, өйткені ол да ашылып кетуі мүмкін, сынып кетеді. Және де фаршты осылай салып, осылай етіп дайындаймыз. Міне, пиязды бір бөлігін аздап осылай кесіп аламыз. Және де ақырындап осылай аламыз, сындырып алмауға тырысамыз барынша. Мінеке алдым. Енді осының ішіне начинкамызды саламыз. Міне салып осылай ораймыз. Міне. Дәл осылай қызанақты да ішін ойып алып жасасаңыздар болады. Одан кейін әртүрлі перецпен де жасасаңыздар болады, әртүрлі болып шығады сонда тамағымыз. Мінеке барлығын дайындап алдым. Енді қуырып бастайтын боламыз. Өзімізге керек мөлшердегі майымызды құйып алдым. Енді үстіне жуаны салып қуырамын. Қып-қызыл сарғыш болғанша жақсылап қуырамын. Пиязымыз әдемі болып қуырылды. Енді үстіне чеснок пен қызанақты қосамын. Және де сорпадан өткізілген сәбізімізді қосамыз. Сәбізіміз жұмсарғанша қуыратын боламыз. Егер болгар бұрышы болса, қосып жіберсеңіздер болады. Менде қатырылған болгар бұрышы, соны үлкенірек қылып турап қосып жіберейін деп жатырмын. Татымына қарай аздап тұз қосам, басқа ешқандай дәмдеуіш қосуды қажет етпейді. Тамақтың босқа дәмін құртып аламыз. Майды өте аз қойдым, өйткені менде фарштың тамаққа май шығады, сондықтан қуырғанға аздап қана май қоссақ болды. Біздің сәбізіміз жұмсарды. Енді үстіне туралған картоплымызды қосып жіберемін. Және де капусталарымызды жақсылап жайғастырып шығатын боламын. Барлығын жайғастырып болдым. Енді үстіне су құямын. Аздап қана капустамыз батып тұрса жеткілікті. Енді жақсылап қайнатып,
Одан кейін оттың астын баяулатамыз. Тамағымыз қайнады. Енді оттың астын баяулатып, өте жай отта бұқтыратын боламыз. Егер бетіне су тимей қалған голубцаларымызды кейін астына қарай ауыстырып жіберсек болады. Сонда барлығы бір келкі әдемі болып пісіп шығады. Мінекей біздің тамағымыз дайын болды. Ұнаса сіздер де менің рецептіммен жасап көріңіздер. Өте дәмді, әрі тез уақытта дайын болатын керемет ас. Бізге ас болсын. Сіздермен болған мен Гүлжанар.